Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Юпитер және бүгінгі видеода превьюдан көргендеріңіздей қалай өздеріңіздер оңай оттяжка беру керектігін мынау солардың бәрін үйрететін боламын. Видеоны до конца көріңіздер. Ал біз видео бастамастан бұрын Денегізбет компаниясының ұсынамын, бұл жақта тек қол кетсенді. В общем, видеоға лайк басып, комментар жазып кетіңдер, подписаться етіңдер, етілмеген болса. Және де осы видеода мен қалай жылдам оттяжка беру керектігін және барлығын настройкасын көрсетемін. Барлығын қалай істеу керектігін, тіпті любой телефонға келе береді десем де болады. Сол үшін достар, осы видеоға лайк басып, тіркеліп, комментарий жазып кетіңіздер. Ал давайте видеоға қарай кеттік. В общем, достар, қалай настройка істеу керектігін қазір көрсететін боламын. Біз настройка кіресіздер, параметры разработчика дегенге басасыздар. Және де асты жағына түсіп, минимальный ширина деген табасыздар. Және де ол сізде менде 900 тұрыр, өзім қойғам дәл солай. Сізде қанша тұратынын білмеймін, әрине сіздер 900 немесе 800-ге қоясыздар. Сосын ок деген басасыздар үшін. Сосын сіздерде жазулар таманымы кішірек өтеді. Бірақ үйреніп кетесіз, біраздан кейінірек, уже бір күннен соң. Сосын достар, солай істеген соң языги ввод дегенге кіресіздер. Сондайға кіресіздер да. Астындағыны ортасына тұрады, сіздерде соны быстрый қойсыздар. Сосын соның астындағы левая дегенге қойсыздар. Все болды, шығасыздар, Free Fire'ға кіресіздер, асықпай көресіздер, тренировка істеп, и потом сразу өздеріңіздің оттяжкаларыңызды бере бересіздер. Ал ендеше достар, видеоны лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер, және де достарыңызға таратыңыздар, олар да оттяжка беруді үйреніп алсын. Ал ендеше достар, сау болыңыздар, келесі кездескенше, давайте